Менің атым Нұржан Дүйсенәлиев. Атырау КТЛ-да оқыдым, 2012 түлегі. КТЛ-да информатиканы оқыдық. Серебро, бронза сондай алатын едім республикада. И Жалтыковскийда 11 класста золото алдым бір рет. И соның арқасында Қазақстан Британ техникалық университетіне грант берді. Сонда да тоже IT-да оқыдық в общем. Мұнда олимпиадаға қатыстық. Соның арқасында КБТУ-ға грантқа түстік. Сонда тоже университеттің олимпиадасы бар, ACM деген информатикадан. Соған қатыстық. И сонда ACM-ның достарымыз болды, үлкендеу класстар. Солар бізді порекомендовали Facebook'қа. Сосын мен солай стажировкаға өттім да 3-ші курстан кейін. И одан кейін сол стажировкада жүргенде тоже Google-ға подавать еттім. Тоже Атырау КТЛ-дің бір түлегі порекомендовал. И сол арқылы интервьюға бардым Лондонға. Целый күн не болады, интервью болады. И сосын шақырды, универ бітіргенде сразу кетіп қалдым. Үлкен офис бар, ішінде білмеймін, неше адам, 3-4 мың адам бар сияқты. Получается, Европада бір 5-6 қалада бар, но Лондон үлкендердің бірі, Цюрихтен кейін ең үлкен. Сол Европада офистамыз. Негізі мына КТЛ-дарда біз олимпиадаға жасаймыз ғой, есептер, республиканский есептер, сол почти дәл сондай есептер интервьюда. Былай, кәдімгідей полный 100% код жазбайсың, бірақ основной где-то 80% сондай жазасың. Ну, они көреді, что сен түсінесің, түсіндіре аласың, түсіндің и есеп шығарыласың. Ойлану процесін қарайды. Барған кезде 5 интервью болады. Республикадан 11 класста серебро, золото алатын болсаң, то шанс үлкен өтуге. Но это бір фактор. Тағы да факторлар бар. Ағылшын тілі, түсіндіре білу қабілеті и чуть-чуть везение керек. Android разработчик. Google-ның бір приложениесі бар, поисковик новый. Андай, типа жеңіл, көп мегабайт алмайды телефонда. Сондай бір приложение жасап жатырық. Google Go деген аты. Ол бүкіл жерде доступны болмауы мүмкін. Индия сондай жерлерде доступны. Где приложениялар типа телефондар, дешевый слойларға доступны приложение. Сол Android-пен бастадық, сол мен әлі жүрміз. Қызық өзіме. Google-ның бүкіл приложениесінде каждый команда бар. Поддерживать это постоянно. Там все серьезно, в общем. Бір приложение, біздің команда, мысалы, где-то 40 адам. 20 программист, 1 менеджер, 3 директор, допустим, 5 дизайнер. Бірінші күн жұмыс жасаған жоқпын. Бардым, получается, үлкен офис, Лондондікі именно 12 этаж, жоғарында кофейнясы бар, бесплатный. В общем, анда тамақ жағынан бәрі бесплатный, завтрак, обед, ужин. Впечатление күшті отбасында. Ең бірінші рет негізі неде бардым, интервьюға бір күнге. Одан кейін почти бір жылдан кейін кері интервью жақсы өткеннен кейін жұмысқа шақырды, пока универ бітірдім, виза дайындадым и бір жылдан кейін бардым кері. Бірақ 12 этаж open space деп айтады ғой. Бүкіл типа парт емес, конечно, но ондай столдар. Бүкіл команда сондай отырады. Ресторан, тағы бір этаж ресторан, тамақ ішетін кафе. Потом спортзал бар, 24 сағат бәрі ашық, любой уақытта жұмыс жасасам болады. Режим жоқ, потому что более-менее бізде проектті береді саған. Например, сен бір проект, бір айға осыны. Өзің білесің қалай. Сен таңда ерте келесің бе, или, например, баламды садикке апаратын болсаң, кішкене кеш келетіндер бар сондай. Но митингтер болады, собраниялар, соларға қатысуың керексің, допустим, 10:30-да басталады сондайларға. Бір рет болды, менде үйдің есігі кілттеп қалды автоматом, и не болмай қалды. Воскресенье отта агентство кілтті звондасақ көтерген жоқ, сосын офисқа қона салдым. Сені қатты зажимать етпейді, свободно, ешкім сені қатты контролировать етпейді. Но бізде жарты жыл сайын не бар просто. Қандай жұмыс атқардың, соған оценка деп айтады ғой, бағалайды соны. И соған байланысты карьерный рост, сондай соған байланысты. Не жаш, бюрократия жаш, жағды? Бюрократия бар, но қатты жоқ, думаю. Вас сізді не касается, да, қатты? Бізді қатты касаспейді. То есть, допустим, приложение запускать кезде, там біраз нелер бар, privacy, там регламенттер, сондай, оның бәрін юристтер нелер жасайды. Біз өзіміздің программист жұмысын жасаймыз, допустим, бізге айтады. Мынандай функционал болу керек приложение ішінде. Соны менеджер бөледі по работам, или сен старший программист болсаң тоже бөлесің, и солай жұмыс жасайсың өзің енді. Но бізде open space болған үшін жақсы. То есть, бәрімен күнде сөйлесесің, открыто, и андай қатты бюрократия жоқ, сұрай саласың. Мен егізім бар, Ержан.
мен Нұржан, ол Ержан екеуміз бір класста оқыдық, тоже программированиеде бірге. Ержан негізі кішкентай кезімізден бастап сол основной не компьютерщик двордың бәріне сол установить етеді, удалять етеді. И соның себебімен тоже программист болып кеттік. Екеуміз 2-ші класста олимпиадаға кірдік. И в общем спортивный интерес шығар, өзім спортивный интереске қызықты адаммын. Ну, спортпен істегенде, то есть мне ұтылып қалсам обязательно сол адамды барып потом жеңуге тырысамын. То есть егер де не болса, мүмкіндік болса, егер намного сильнее болса, онда андай нелогичный не істемеймін. Біздің мұғалім Эльбрус ағай болды атырауда. Ол жақсы мотиватор болды директормен бірге. То есть мен сборға Алматыға шақырса, өздері сол жақта жүрсе келіп кетеді. Шай ішіп, там мотивация. Республика алдында. Эльбрус Пириев, я. Қазақ достар бәрі сол либо КТЛ-да оқыған, либо олимпиада бірге қатысқан, либо просто Google-да танысқан бірге. Солармен бірге айына 1-2 рет шай ішеміз, либо олардың үйінде, либо біздің үйде, либо Үйлерге барып тұрасыздар да? барып тұрамыз. Біздің бала туылғанда олар бізге больницаға келіп, достарымыздың баласы туылғанда соларға бардық. Тоже КБТУшник. Бірінші кеңес, наверное, андай ұнау керек та сол олимпиада, сол сабақ. Успешный болу үшін бірінші любовь болу керек деп ойлаймын өзім. Любой нәрсеге. Спорт болсын, олимпиада болсын, сабақ болсын. Что получалось? Бірінші любовь, сосын получаться еткенде уже больше ұнай береді да өзіңе. Когда шығып атқан кезде ұнайды, а потом уже здравый смысл да сол затты не істей бересің уже. 2-3 жылдан кейін уже бірінші жылдағыдай ұнамайды да саған по-любому. Думаю. И там уже кішкене өзіңді заставлять ету керек болады. Жұмыс сияқты ғой. Барып планда өзіме негізі шетелде қатты ондай маған. Андай адам емеспін. Шетелде намного лучше, чем Қазақстанда деп айтпаймын. Маған Қазақстанда өте жақсы дамыған. Просто может бізде людей меньше, транспорт чуть хуже и допустим то же самое бүкіл нәрсе бар тоже бізде андағыдай. Америкада да тұрдым жарты жыл, 1 жыл, Лондонда тұрып отырмын 2,5 жыл. Андай қатты разница көрмеймін де, андай культурный шок не жоқ Қазақстанға кері келгенде. Кеулерінде болады екен. Я типа шетелде тұрады да, сонда тұрғым келеді. Менде ондай жоқ. Өзіме Атырау ұнайды.